бүгін хит болып жатқан морковный рулет дайындайтын боламыз. Оған бізге керек заттар: 3 штук морковь керек, 5 жұмыртқа, және 1 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық сливочный май, және керегіне байланысты бұрыш пен тұз аламыз. Салмасына творожный сыр және 2 ветка петрушка немесе укроп алсаңыздар болады. Біз морковьті теркадан өткізіп алдық. Енді осы өткізілген морковьті сковородкада қызып тұрған майда қуырып жұмсарғанша пісіріп аламыз. 15-20 минуттай. Міне қыздар, біздің майымыз қызып дайын тұр. Енді осыған дайын морковьімізді саламыз. Араластырамыз. Аз мөлшерде тұз қоссаңыздар болады. Қыздар, енді біздің морковь дайын болғанша жұмыртқаның сарысы мен ақуызын жеке бөліп, жеке ыдысқа бөліп саламыз. Қыздар, міне біз жұмыртқаның ақуызы мен сарысын жеке бөліп алдық. Енді осы ақуызын блендермен взбивать ететін боламыз, ақ көпіршік болғанға дейін. Осы морковьқа жаңағы белогымызды біртіндеп аз мөлшерден салап араластырамыз. Қыздар, енді осыны 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Дайын болған рулетімізге творожный сырды жағып шығамыз. Қыздар, міне рулетімізді орап болғаннан кейін пищевой пленкада орап, оны в холодильнике 30 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің рулетіміз дайын.